Құрметті студенттер, бүгінгі біздің өткізілетін сабағымыздың тақырыбы құтқару жеңімен немесе құтқару арқандарын конструкцияға бекітудің тәсілдерін игеру. Яғни, қандай да бір биік ғимараттарда құтқару жібі қолдануына байланысты өрт сөндіруші мен құтқарушылар құтқару арқанының байлау тәсілдерін игеру керек. Сабағымызды бастамай тұрып, біз яғни өрт сөндіру құрал-саймандарын таныстыра кеткеніміз жөн деп санаймыз. Яғни алдарыңызда тұрған мынау құтқару арқаны деп айтылады. Яғни әр өрт сөндіруші осы құтқару арқанымен жұмыс жасай тәсілдерін игере білу керек. Одан кейінгі бізде өрт сөндіру жеңі деп аталады. Бұл қысымды өрт сөндіру жеңі. Яғни қысым арқылы өрт ошағына өрт автокөліктен су беруге арналған өрт сөндіру жеңі деп аталады. Бұл өрт сөндіру жеңдері диаметріне қарай бөлінеді. Яғни біздің қазір көрсетіп тұрғанымыз диаметрі 51 қысымды жең болып бөлінеді. Яғни жеңдер өзі үшке бөлінеді. Қысымды сорғыш болып бөлінеді. Одан кейінгі біздегі қысымды жең диаметр жаңағы айта кеткендей 66 диаметрі жең деп аталады. Одан кейінгі біздегі алғашқы өрт сөндіру құралдарына жататын шелек, яғни ведро дейді орысша. Бұның үшкір болатын себебі щитта тұрған кезде, өрт сөндіру қалқанында тұрған кезде, бұны тек шаруашылық жұмыстарға пайдаланбай, қызылмен боялады міндетті түрде. Сондықтан үшкір қылып салынудың себебі бұны кез келген адам басқа бір шаруашылық жұмысқа пайдалана алмайды. Сондықтан үшкір қылып шығарылған. Одан кейін біздегі өрт сөндірушілердің каскасы болады. Әр өрт сөндірушіде осындай жеке өзінің өрт сөндіру каскасы жауынгерлік кезекшілікте киіледі. Одан кейінгі құрылғымыз біздің ГП-304 дейді. Яғни өрт сөндіру автокөлігінен көбік араластырғышты көбік арқылы беруге арналған ГП-304 оқпаны деп аталады. Одан кейінгі құрылғыларға келетін болсақ, мынау тұрған бізде диэлектрлік қайшы дейді. Яғни 1000 волтқа дейін өрт сөндірушілер өрттің басына барған кезде тоқты электр сымнан ажырату үшін пайдаланады. Сондықтан бұны шаруашылық жұмыстарға пайдаланбай, тек электр сымдан қиюға арналған. Одан кейінгі құрылғы, яғни рукавный задержка, жең кідірісі дейді. Биік ғимараттарға өрт сөндіру жеңдерін жалғап су беріп жатқан кезде осыған өрт сөндіру жеңін кіргізіп бекітіп қояды. Одан кейін карабин дейді. Яғни әр өрт сөндірушінің поясында болатын карабин құрылғысы. Бұған құтқару жеңдерін байлаған кезде өте қажет құрылғы болды. Одан кейін мынау екеуі өрт сөндірушінің балтасы дейді. Яғни әр өрт сөндірушіде өртке барған уақытта осы балталар өзімен бірге жүреді. Яғни есіктерді, яғни басқа да жағдайлар ашылмаған жағдайда пайдаланады. Одан кейін жаңа айта өткен өзіміздің пайдаланған қысымды өрт сөндіру жеңдеріміз 66, 77, 51 диаметріне. Одан кейінгі біздегі әр өрт сөндіру жеңінің басына жалғанатын головка дейді. Яғни жеңдерді бір-біріне жалғау үшін пайдаланады. Одан кейінгі бізде жең қысқыш дейді. Яғни мына жеңдермен су беріп атқан жағдайда өрттің басында кесіліп немесе ақау пайда болып су ағып атқан кезде осы жең қысқышты жалғайды. Себебі ол уақытша болса да суды ұстап тұрады. Одан кейінгі өзіміздің өрт сөндірушілердің пайдаланатын оқпандары. Яғни өрттің басына осы жеңдерді жалғап, осы оқпандар арқылы өрт ошағына су береді. Одан кейін үш тармақты жалғау, яғни бұл үш тармақ жалғау арқылы үш жаққа қарай су береді. Одан кейінгі Б оқпандарымыз, яғни
бағанағы айта кеткен 51-ші қысымды өрт сөндіру жеңіне басына жалғап су беруге арналған оқпан деп аталады. Мынау бізде переходник, яғни әртүрлі жеңдердің диаметрі сәйкес келмей қалған жағдайда бір-бірін жалғауға арналған құрылғы. Мынау навещий орта деген ствол оқпан тоже суда, көбікте барлығын осымен бере алады. Одан кейінгі бізде өрт сөндіру колонкасы, яғни өрт сөндіру колонкасы өрт сөндіру автокөліктерінде міндетті түрде тұрады. Бұл құрылғымен өрт сөндіру колонкасымен жүргізуші және нөмірі 4-ші өрт сөндіруші өрттің басында су жетпеген жағдайда өрт гидранттарынан су алуға арналған құрылғы. Бұның жұмысы, яғни өрт сөндіру гидрантына крышкасын ашқаннан кейін мынау резбісі болады, соған бұрап келтіріп, мынау шток, яғни гидранттағы штокқа сәйкес келіп, бұраған кезде қысым арқылы су жүйесіндегі су арқылы мына екі жағынан су алуға арналған өрт сөндіру колонкасы деп айтылады. Енді біздің бүгінгі өтелген отырған сабағымыз құтқару жеңі арқылы құтқару жеңдерімен байлау тәсілдерін үйрену. Яғни өрт сөндірушілер биік қабатта зардап шегушілерді немесе өзінің өзі құтқару жағдайында осы құтқару жіптерін пайдаланамыз. Біздің бүгінгі өткізілетін жаттығуларымыз, яғни құтқару жібін ғимараттың конструкциясына 4 тәсіл арқылы байлау. Екінші жаттығуымыз, екінші біздің өткізілетін жаттығуымыз зардап шегушіге обвязка тоқып үйрену, яғни зардап шегушінің көлеміне қарай оған құтқару ілгегін тоқуымыз керек. Жаттығуымызды бастауға қазір біз құтқару жібін конструкцияға бекіту 4-1 тәсілдің 4-еуінде істеп үйренуіміз керек. Яғни құтқару жібін конструкцияға бекіту бірінші тәсілі, яғни жіпті конструкцияға ілгеннен кейін қысқа жағын сол жаққа қоямыз және шеңбер тоқу арқылы бұл жерде ептілік саусақта болады. Яғни биік ғимараттарда түнде болсын, күндіз болсын, бұл жерде бізде ептілік осы жаттығуды орындаған кезде байлай береміз. Шеңбер тоққаннан кейін сол шеңберді қысқадан алып мінекейіңіз. Яғни бұл бірінші тәсіл болып айтылады. Яғни бұның маңыздылығы ол жіпті қайттан шешкен кезде тез шешіледі. Екінші, құтқару жібін конструкцияға бекіту. Екінші тәсілі, яғни бұл қазақи жаңағы күрмек байлау дегеніміз бар, дәл сол айырмашылығы жоқ. Яғни сол саусаққа сол қолмен қысқа сол жақтағы жіпті алып күрмек байлау, яғни 4 саусақты ішінен орау арқылы шығарып, қысқа жіпті ішінен тоқып шығару. Ол кезде біздерге екінші тәсіліміз жасалды деп айтылады. Ендігі жаттығуымыз құтқару жібін конструкцияға бекіту үшінші тәсіл. Яғни ол кезде де құтқару жібінің ұзыны сол жақта қалады, қысқасы оң жақта қалады. Яғни 4 саусаққа шеңбер тоқу арқылы ұзынын алып шығамыз. Түсінбеген жағдайда қайттан қайталаймыз. Күрмек байлау. Яғни 4 саусаққа шеңбер тоқу арқылы қысқаны ішіне ілу арқылы үшінші тәсілді біз екінші тәсілді орындадық. Енді келесі үшінші тәсіл. Қандай да бір жаттығу жасау барысында ептілікке көз жеткізу керек. Үшінші тәсілді мұқият қараймыз. Үшінші тәсіл. Ол кезде құтқару жібінің қысқасы сол жаққа ауысылады,
оң жағынан 4 саусаққа орау арқылы шеңбер шығарып, қысқаны одан алып шығамыз. Сол кезде бізде үшінші тәсіл орындалды деп есептеледі. Одан кейін соңғы біздегі төртінші тәсіл. Құтқару жібін конструкцияға бекіту төртінші тәсіл. Қайттан қайталап өтеміз. Яғни құтқару жібінің ұзыны сол жаққа қалады да, қысқасы оң жаққа қалады. Осы арқылы біз қос жіптің ортасынан қолымыз салып, шеңбер жасау арқылы қысқаны тоқимыз. Сол кезде беріктілігі мінекей көріп тұрғандай төртінші тәсіл орындалды деп саналады. Енді біздің екінші жаттығуға көшетін болсақ, құтқару жібі арқылы қосарлы тоқуды үйрену. Яғни құтқару жібінен сол жағына жарты метр қалдыру арқылы жаттығуды орындаймыз. Яғни 1 метр өзіңнің құлашына қарай. 1 метр, 2 метр, 3 метр аламыз. Сол 3 метрімізді біз бірге бөлеміз. Бөлген жібімізді тағы бірге бөлеміз. Сол кезде бізде қосарлы құтқару жаттығуы орындалды. Яғни осы арқылы биік ғимараттардан зардап шегушіні түсіруіміз керек. Сондықтан осы қосарлы тоқу арқылы дайындаймыз. Яғни мына екі қысқасы зардап шегушінің екі аяғына кіргізіледі, мына ұзын жағы басына кіргізіледі. Бұны дәлірек көрсететін болсақ, зардап шегушінің екі аяғына кигізілді, ұзыны басқа кигізілді. Біздің бағанағы жарты метр алып қалған себебіміз бұл страховка, яғни белден екі орау арқылы зардап шегушінің белінен тағы байлаймыз. Енді зардап шегушіні төменге қарай бағанағы біздің орындаған жаттығуларымыз конструкцияға бекіттік, мықты, сол арқылы төмен қарай түсіруге болады. Бұл біздің екінші жаттығуымыздың қосарлы тоқуы деп айтылады. Келесі жаттығуымыз, яғни құтқару жібін дара тоқу. Яғни дара тоқу. Зардап шегуші кішкентай балдарды жоғары ғимараттардан өрт оқиғасынан түсіру барысында пайдаланатын дара тоқу жаттығуы. Яғни сол аяқта құтқару жібін басып тұру арқылы 1 метрлік ұзындыққа көтере отырып, ол 1 метрімізді ортадан кесіп байлау. Бізде осы кезде дара тоқу жаттығуы орындалды деп саналады. Бағанағыдай қосарлы ілгек тоқушы бұғанда екі аяғын кіргізеді, үшіншісін басына іліп, белден страховка жіп байлану арқылы зардап шегушіні төмен қарай түсіреді. Құрметті студенттер, бүгін біздің жаттығуымыз құтқару жібі арқылы зардап шегушінің жоғары ғимараттан төмен қарай түсіру кезіндегі құтқару жібінің байлау тәсілдерін игердік деп санаймыз.